Қарапайым отбасының алғашқы қуанышы болып келген кішкентай ғана сүйкімді бүлдіршін 13-ші орта мектебінің 1-ші сыныпқа қабылданады. Мектеп жасында зерек ақылы мен алғырлығын көзге түскен Бақытгүл Асылбек қызы ата-анасының үмітін ақтау үшін әдеби кітаптар мен жаралыстану ғылымдарының саласындағы ерекше көңіл ауады. Математика бейімділігін байқаған пән мұғалімі оны түрлі аудандық олимпиадаға қатыстырып жүлделі орын алады. Тіпті Қазақ-түрік лицейіне құжат тапсырып, Бақытгүл Асылбек қызы оның грантын жеңіп алады. Сөйтіп 80-ші орта мектебінің алғашқы ұлттық бірыңғай тестін тапсырып, физика-математика факультетінің грантын иегері атанады. Енді бұл ортада Бақытгүл Асылбек қызы өз білімі мен белсенділігін көзге түсіп, жатақханада студенттік кеңестердің төрайымы болып сайланады. Жұмысқа орналасқан бойда сол жылғы түлектердің жүгін арқалаған Бақытгүл Асылбек қызы сол жылдан бері бітіруші түлектерге тәлім беріп келеді. Аралқы мектебінен басталған еңбек жолының жалғасын номер 262 мектеп гимназиясында жалғастыру бұйыртыпты. Аталған мектепте түлектердің жақсы көрсеткіш көрсетуіне ықпалы тиіп келеді. Мектеп алтын белгілерін даярлауда қосқан үлесі орасан зор. Әл-Фараби университеті, Қазақ-Британ техникалық университеті, Астана Агро университеті абитуриенттерінің алтын белгі иегерлеріне дәріс берген. Математика керемет логикалық жүйе. Әлем бір орында тұрмайды. Сол сияқты Бақытгүл әріптесімізде бірлесе отырып білім сапасын арттыру мен оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыруға бағытталған түрлі іс-шараларды жүзеге асырып келеді. Оқушылардың пәнге қызығушылығы мен білім дағдыларын арттыру үшін әртүрлі оқу әдіс тәсілдері мен стратегиялардың кеңінен қолданады. Мектептегі қиындығы мол пәндердің бірі болып саналатын математика пән балаларға жетік меңгерту үшін Бақытгүл көп ізденіс. Осы ізденістің нәтижесінде педагогикалық процестің қырларын меңгерген Бақытгүл инновациялық әдістерді қолдана отырып, оқушылардың жоғарғы жетістіктерге жетіп, олимпиада конкурстарға қатысуға шабыттандырып отырды. Еліміздің ертеңгі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында. Біз математика әдіс бірлестігі Бақытгүлде әріптесіміздің ұстаздардан үлкен өнеге алып, ізінен ерген жастарға үлгі өнеге көрсеткені үшін қуанамыз және мақтанамыз. Самый удачный случай. Я и налегке стану дважды на всякий случай. Надо цепь на шее.